Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдеген тез дайын болатын өте дәмді бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті жылы 200 грамм жылы су, 200 грамм жылы сүтімізді құйып, 1 қасық қантымызды, 2 қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жылы суымызға дрожжымызды 10-15 минутқа қойып қойған болатынмын. Ол дрожжымызды да қосып, араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосып жіберіп, барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламын. Ұнымыз електен өткізілген болуы керек, өте маңызды. Бауырсағымыз әдемі болып көтеріліп шығуына оның да пайдасы бар. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп 1 сағат 45 минутқа қойып қойдым. 45 минуттан кейін осылай өте биік болып көтеріліп шықты жұмсақ қамыр. Осы қамырымызды зуалаға бөліп алатын боламын. Қамырымыздың барлығын зуала қылып бөліп алғаннан кейін бір зуаласын алып, жұқа қылып жайып аламыз. Достар, қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақта сілтемелер қалдырып кетемін. Менің арнама өтіп, өзіңізге қажетті видеолар болса алып қолдануларыңызға болады. Бауырсағымызды жұқа қылып жайып алғаннан кейін мен осылай стаканның көмегімен домалақ қылып кесіп жатырмын. Сіздерде бауырсақ кесетін болса, сомен қолдансаңыздар да болады. Кесіп алған бауырсақтарымыздың шет-шеттерін осылай түзулеп жіберіп, тақтайымызға жинап қоямыз. 10-15 минут демалуға тағы да бетін жауып қойып қоямын. 10-15 минут демалғаннан кейін қызып тұрып майымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып пісіріп аламыз. Ортасы жабыспай, әдемі болып көтеріліп шығады. Жасап көріңіздер достар. Қонақ келген кезінде тез дайын болады. Екі жағында осылай қып-қызыл қылып қуырып пісіріп алдым. Міне біздің бауырсағымыз дайын. Ортасының барлығы міне жабыспай, үлпілдеп шықты біздің бауырсағымыз. Достар, сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеомды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды, және де әлеуметтік желіде достарыңызбен де бөлісулеріңізге болады. Келесі видеомды ертең салатын боламын. Өте дәмді рогаликидің жасалу жолымен бөлісіп кетемін. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, қош сау болыңыздар.